Алғашында қауын қарбыз, қызанақ, одан кейін мақта еккен. Егіншіліктің түр-түрін байқап көріп, қиярға тоқтаған. Үйінің алдындағы жылыжайға қиярдың көшеттерін егіп, 14-20 күн ұстайды екен. Оны наурыз айының соңында ексе, сәуірдің соңына қарай пісе бастайды. Ал екінші өнім шілдеде егілсе, тамыздың аяғында піседі де қазанның ортасына дейін жинап алады. Қиярдың, помидордың көшеттерін өсіріп, анау поля егілді тағы да. Сол жаққа көшет өсіп сияқты апарып егемін. Ол жақта тамшылап егіліп, дуга деп айтады. Үстіне сым қойып, термосқа жауып, бір алқапта 2 рет өнім алып жатырмын. Жалпы жастарға айтарым, қорықпасын, ешқандай менің соншалықты бір технологиям керек жоқ, жылыжай бастау үшін. Ерінбесе, еңбек етсе, барып нәрсе болады. Поляда 3,5-4 сотыққа дейін салып жүрдім ағаштан. Сондықтан да 2 рет өнім алатын, ол жақта. Тоғыржалас ауданы бойынша осы грант егері, осы үйгерлік, осы жылыжайды дамытамыз деген 314 үміткеріміз бар. Жыл соңына дейін сол 314 үміткеріміз осындай жылыжай тамшылатып тұрған Израиль технология дейміз, соны қолданысқа ендіретін болады. Ауданымызда 77 гектар жылыжайы бар, оның 25 гектары жаңағы промышленный дейміз, өндірістік, қалғаны фермерлік жылыжай. Ал енді үйгерлік жылыжайға келетін болса, үйгерлік жылыжайлардың жалпы көлемі 27 гектарға қарап отыр. Ордабасылық шаруалар озық технология игілігін көре бастаған диқандардың тыныс-тіршілігімен танысу барысында Анар шаруа қожалығына келді. Бөген ауылдық округіндегі шаруа қожалық жер өңдеуде былтыр айтулы жетістіктерге жеткен. 5-7 гектарлы жерден жүгеріден 110 центнер, мақтадан 30 центнер өнім алған. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің бір жерден 2 рет өнім алу туралы тапсырмасына сай, ауданда тамшылатып суару әдісін кеңінен енгізу, жылыжайлар салу, бау-бақшаларды көбейту, жерді тиімді игеру бойынша айтарлықтай жұмыстар жүргізілуде. Салтанат Рүстембек, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасы.